Бисмиллахиррахманиррахим. Алланың атымен бастаймын. Ағаш ексең, күнәң жеңіл дейді. Ертеде бір қандықол қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол шайхы бұрғы әулиеге келіп, мен 40 жыл бойы қан төктім. Зұлымдықтан басқа іс жасамадым. Енді тәубеме келдім. Не амал жасасам, Құдай мені кешеді, деп сұрайды. Әулие, жол шетіне жеміс ағаш нек. Өткен кеткен жолаушылар саясына демалсын, жемісін жесін, шөлін қандырсын дейді. Қарақшы жолдың жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып, бақшаға айналыпты. Жолаушы демалып, керуен ат шалдыратын шұрайлы жерге айналады. Бір күні шайқы бұрқы жолаушылап келе жатып, қарақшының бақшасына кезігеді. Бұл кімнің бағы деп сұрайды. Бақтың иесі жоқ. Жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі 10 жыл бұрын дүниеден озыпты дейді. Әулие бақтың жемісін жеп, сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен. Төбесінен нұр тамшылап тұрады. Әулие, Алла, бұл не хикаят? Қарақшының төбесінен нұр не үшін тамшылап тұр деп сұрайды. Мұның еккен ағашының саясына сан адам келіп демалады, жемісін жейді. Соның сауабы өзіне ақиретте өшпес азыққа айналды дейді. Әулие ұйқыдан көңілді ояныпты. Содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді деп насихат айтыпты. Ағаш ексе адамның күнәсі жеңілдейтіні жөнінде тағы бір аңыз бар. Ертеде бір жігіт түс көреді. Түсінде әкесі шөл далада көлеңкездеп жүріпті. Күннің ыстығынан табаны күйіп, жан ұшыра айғайлайды. Жігіт шошып оянады. Ауыл ішінде 100 жасаған қарияға барып түсін жортады. Ол, балам, әкеңнің қабіріне ағаш ек. Әкең қабірде ауырлық тартып жатыр. Ағаш күнәсін жеңілдетеді деп жориды. Бала ертесіне әкесінің моласына ағаш егеді. Оны күтіп, баптап өсіріпті. Бір күні тағы да түс көреді. Түсінде әкесі үлкен бір ағаштың көлеңкесінде жатыр екен. Мазар басына ағаш ексе, сауабы тіріге де, өліге де тиеді деген сөз. Осы аңыздан үлгі болып жетеді. Діни аңыздарда мазарға ағаш отырғызу Кемел деген әулиеден қалған деседі. Ол уағызда: мазар көрсең ағаш ек, бұтаққа сөз байла көп. Құс қонатын бақ өсіп, ху деп сайрар еді деп насихаттайды екен.